Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілінің 44-ші сабағы 2-ші сынып тақырыбы хабарлы сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтау, үзіліс кезінде дем алуға арналған ережелерді құрастырды. Бүгінгі білетін сенің. 29-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Үзілісте. Ажар сынып топ басшысы. Ол үзілісте кезекшілердің терезені ашып, тақтаны сүртіп қоюын ескертеді. Тақта сүрткішті үнемі дымқылдап қояды. Балалардың үзіліс кезіндегі тәртібін қадағалайды. Бірде Ажар: біз үзіліс кезінде дұрыс дем алуға тиіспіз. Ол үшін не істеу керек? Әркім өз ойын айтсын деді. Балалар, үзілісте сендер не істейсіңдер? Сендер де өз ойларыңды айтып көріңдерші. Үзіліс не үшін беріледі деп ойлайсың? Үзіліс кезінде дем алуға арналған ережелерді құрастырып көр. Үзілісте дем аламыз, асханаға барамыз, келесі сабаққа дайындалады екенбіз. Ал үзіліс болса, дем алу үшін беріледі. Енді мынандай ереже құрастырылды. Бірінші, дос құрбыңмен әңгімелесуге болады. Екінші, үлкен үзілісте шахмат, дойбы ойнауға болады. Үшінші, досыңмен оқыған кітабың туралы пікірлесуге болады екен. Тағы да өздерің білетін ережелерді құрастыруға болады. 30-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Үзіліс кезінде сыныпта жүгірмейді, айқайлап сөйлемейді, әрдайым әдеп сақтау керек. Бұл да бір ереженің түрі балалар. Сөйлем соңындағы тыныс белгілерін назар аудар. Балалар, сөйлемнің соңында не қойылған? Нүкте қойылған. Неше сөйлем бар екен? 3 сөйлем бар екен. Яғни нүктені санасақ, 3 сөйлем екен. 1 нүкте, 2 нүкте және 3 нүкте, 3 сөйлем. Нүкте сөйлемнің соңында қойылады. Ережесін балалар есте сақта. Бірдеңенің жайын хабарлау мақсатында айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейді. Хабарлы сөйлем соңына нүкте қойылады. Мысалы, оқушылар мұражайға барды. Ендеше біздің мына жаңағы оқыған жаттығуымыз қандай сөйлемге жатады екен? Хабарлы сөйлемге жатады екен. Келесі жаттығуда суреттегі балалардың қайсы үзілісте өзін дұрыс ұстады? Қай оқушы өз тәртібін өзгерту керек деп ойлайсыңдар балалар? Кәнеке, барлығымызда мына суретке қарайықшы. 6 сурет берілген. Осының ішінде қайсы үзіліс кезінде өзін ұстай алды? Бірінші, үшінші, төртінші суреттегі балалар өздерін үзіліс кезінде дұрыс ұстай білді. Ал екінші, бесінші, алтыншы суреттегі балалар, оларға біз тәртіптерін өзгерту керек дейміз. Себебі кітаппен қуылға, үзіліс кезінде бір-бірін қуып ойнауға болмайды екен, Содан кейін мінекей соңында кішкентай баланы ересек балалар құлағынан бұрап тұр. Бұл да дұрыс емес. Ал жаңағы өздерінің екінші суреттегіні 2 бала аздап ұрсып тұрған сияқты. Ал қалған суреттегі мінекей бірінші суреттегі 2 қыздың жай ғана әңгімелесіп отырғанын, 2 баланың шахмат ойнап отқан, ал ұл мен қыздың кітап оқып, оны талдап отырғанын байқауға болады екен. 32-ші жаттығу. Үзіліс кезінде дем алуға арналған ережелерді 1, 3, 4 суреттің көмегімен жазып көр. Жазғандарың қандай сөйлем екен? Яғни өздерің жаңағы айтып кеткен дұрыс істей, өздерінің тәртіптерін дұрыс ұстай білетін оқушылар туралы шағын ереже құрастыр. Ол ережені біз 29-ші жаттығуда жаңа көрсетіп айтқан болатынбыз. Балалар, осымен біз сабағымызды аяқтаймыз.